Иман жанның сапасы. Ата-ананың ақылы қазылған қара жолмен тең, ағайынның көп болса, ұлы жерік қолмен тең. Жақсылардың ақылы гауһар шырақшаммен тең. Кей жаманның тілі бар, ащылығы умен тең. Айтқан сөзі ақымақтың, адам ішпес сумен тең. Жамандар сөйлей білмейді, жөніне тыныш жүрмейді. Екі жаман кез болса, құтырған иттей таласар. Мал дүниенің опасы, иман жанның сапасы. Көп жаманның ішінде бір жақсысы болмаса, серкесі жоқ қоймен тең. Жақсы ішінде бір жаман, өлі жүнді таймен тең. Көкірегінде қонақ жоқ адамды әуре демей не дейміз? Орнын білмес жаманға есікте болса төрмен тең. Жақсының жары сұм болса, қазып қойған көрмен тең. Рас, жаман өзін зор, өзгені қор көрген адам. Имансызға пейіш жоқ, имандының көңілі тоқ. Уәдесінде тұрмаса, жақсыға өлім сол болар. Жақсысы кеткен ауылға мейман келіп қоналмас. Парақор болған төрелер қуаңнан шыққан жұтпен тең. Шежіре қуған адамның көкірегі сызған хатпен тең.